Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын пиццаның рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге керекті заттар 875 грамм ұн, жылы су 440 грамм, зәйтүн майы 75 грамм, тұз 15 грамм және ашытқы 15 грамм, құмшекер 5 грамм қажет. Енді біз пиццамыздың қамырын илеуге кірісеміз. Ең бірінші жылы суымызға тұзымызды араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызға ашытқымызды саламыз және қантымызды саламыз. Және тұз араласқан жылы суымызды құйып, үстіне зәйтүн майын құйып, қамырымызды илейміз. Бізде қамыр өте жұмсақ болып шықпайды. Қамырды кішкене күшпен басып, қаттылау етіп илеу керек. Және барлық суымызды құйып, біз пиццамыздың қамырын осылай илеп аламыз. Міне біздің қамырымыз осылай иленді. Енді иленген қамырымызды 10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз осылай бір рет көтерілді. Көтерілгеннен кейін осылай басып шығамыз. Осы қамырдан бізде 5 пицца шығады. Осы қамырымызды теңдей етіп, 280 граммнан 5 бөлікке бөліп аламыз. Міне осылай біз пиццаларымызды жеке-жеке бөліп алдық. Бөліп алғаннан кейін ең қандырамызда осылай ыдысымызға салып қоямыз. Одан кейін үстіне біз зәйтүн майын құямыз. Оның үстіне сіздер сұйық май қолданбаңыздар. Тек зәйтүн майын құйып, кішкене біраз 5 минутқа қоя тұрамыз. Сол кезде біздің пиццамыз дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Енді біз пиццамызға арналған соусқа кірісеміз. Ол үшін осы қызанағымыздың түбін осы видеода көрсетілгендей етіп, осылай кесіп қоямыз. Одан кейін үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. Қызанақтарымыз 7 минут тұрғаннан кейін суын ағызамыз да, одан кейін міне сыртын осылай алып тастаймыз. Ыстық су құйған кезінде қызанағымыздың сырты өте тез алынады. Енді осы қызанағымызды біз блендердан өткізіп аламыз. Өте сұйық, осындай масса болу керек бізде. Табамызға зәйтүн майымызды құямыз. Оның үстіне үккіштен өткізілген чесногымызды салып, біраз қуырып аламыз. Үстіне қызанағымызды саламыз. Татымына қарай тұз бұрыш саламыз. Және де бұл қызанағымыз біраз кішкене қоюланғанша осылай отта тұрады. Қоюланғаннан кейін біздің соусымыз дайын болады. Одан кейін жаңағы бөліктерге бөлінген қамырымызды осылай пергамент қағаздың үстіне қойып, жайып шығамыз. Шетін осылай орап, шиыршықтаймыз. Тура видеода көрсетілгендей етіп жасап көріңіздер. Міне осылай дайындап алғаннан кейін үстіне соусымызды құямыз. Соусымыз осылай барлық жеріне жағып шығамыз. Одан кейін үстіне үккіштен өткізілген ірімшіктерімізді саламыз. Және де қызанақтарымызды турап үстіне орналастырамыз. Пиццамыздың үстіне осылай тек қана ірімшікті ғана қойып пісіріп алсаңыздар болады. Мен тек балалардың қалауы бойынша осылай жасап шықтым. Сіздер видеода көрсетілгендей етіп, қамыры мен соусын тура осылай жасаңыздар. Үстіне фаршпен және тауық етімен де өз қалауларыңыз бойынша қойып орналастырсаңыздар болады. Пиццамыз 180 градуста 15 минуттың ішінде пісіп шығады. Жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады.